Қандай сыйлық келгенін көріп жатырмыз. Бұл сыйлық ұнады. Ұнады ма? Иә, Заринаға бұл сыйлық ұнады, бірақ мына сыйлық ұнамады дейді. Біздің студияда сіздер асыға күткен Асылжан, бәріңіз қайда кетіп қалды деп жазғансыздар дайректе. Қалайсыз, Асылжан? Сізді бәрі Айгүлден қорқып келмей қалды деп жатыр. Солай ма? Айгүл хабарласып келмеді деп айтпады ма? Ол тараптан сөйлескен жоқпыз. Әлде сөйлескен жоқпыз. Қай тараптан сөйлестіңіздер? Қай тараптан? Иә. Біз только балалар тарапынан сөйлесеміз. Басқа артық әңгіме болмады. Өз үміткеріңізді күтесіз. Қандай қыз келмей ақ қойсын? Қандай қыз? Иә. 25-тен асқан қыз. Мәссаған 25-ке дейінгі қыздар ғана қабылдайсыз ба? Не деген? Сіз өзіңіз толық қанша жастасыз? 27 жаста екен. Мәссаған қыздар 18 мен 25-ке толсаңыздар келіңіздер. Асылжан сіздерді күтеді. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін Ринат мырза 1 сағат кешігіп келді. Даже 1 сағаттан астам. Соның жазасы ретінде қазір біз Ринат мырзаға спорға түсейін деп жатырмыз. Ол не спор десеңіздер, салмақ тастау. Қазір қанша салмағыңыз? Өлшеп көрсеңізші. 1 айда 18 килограмм тастайсыз. Бұйырса 18 килограммнан тұрайды. Ал егер тастамасаңыз 18 килограмм. Тастамасаң сен қалауың болады ғой. Сен не қалайсың, сол зат алып беремін ғой. Любой зат па? Любой зат. Тастасаңыз? Сен алып бересің ол кезде. Не зат? Көреміз. Так, достар, мына нәрсені мен айтпасам болмайды. Мой в шоке болып тұрмын ғой. Негізі алды айтам ба дедім да, сосын айтпай қойсам ба деп кішкене бүйтіп жүргем ғой. Короче, айтайын. Алдың күні мен автотонға барам. Очередь күтіп тұрмайын ба? Сөйтіп адам топ тұр. Сөйтіп бір кезде бір ағай тұр. Жан-жағыма қарайды да, бір кезде отырыңыз дейді. Ой, мен қосылып мәз отырмаймын, рахмет деп ше. Бір кезде ағам әңгімені жібереді ғой. Қазіргі жастарда ұят жоқ, аяғы ауыр келіншекке орын бермей деп. Ё-май, ана жердегі самооценкам деген өшіп қалды ғой, өшіп ше. Анадан кейін ішіп кететіндей состояниеға түсіп кеттім да. Ұялғанымнан бір апа келеді да, отырыңыз деп тұрып кеткенсің ғой. Ана жерде мені танығанымда бәрі күлген шығар. Кеше ғана тұрдым тағы екі қабат па деп ше. Енді осы сториспен мен не айтқым келіп тұр? Мен осы уақытқа дейін шыдадым, қыздар. Осы уақытқа дейін барлықтарыңа мүмкіндік бердім. Арық қыздар осы бақтар жанып күйе шығып кетсінші деп ше, мен азбай жүрдім. Все, хватит, девушки. Все, бота келе жатыр деп ше. Болды, мен өзіме ендігіде осы жазға дейін азу керек, короче, конкретно жаз емес, даже мына көктемге дейін 1 айда сыптай болып шығу керек болып тұр да. Ана еркектер мені көрген кезде орын емес, гүл беріп тұратындай ше, аузынан суақ ше, деп ше бет сүйіп тұратындай. Так что, қыздар, дайындалыңдар. Асын көрсетіп жатыр ғой. 1, 2, 3 деп өзім істедім, менің душам сондай дегендей. Типа. Бірақ өзі білмеген қалда ол шедевр жаратқан да. Мен өзім художник болып болған картинасына бақа беремін конкретно. Ол экспрессионизм и модернизм стилінде істеген ана картинаны. Бірақ өзі білмейді. Бірақ ол шедевр жаратқан, музей картина жаратқан. Ана сурет конкретно аукционда $1 000 000 өтеді, отвечаю.
Одан кейін ана названиесін 1, 2, 3 деп қойғаны вообще идеальный шыққан. Себебі картинаға қарадым, одан кейін ана видеосын, фотоларын көріп шықтым мына жігіттің. Просто ол бар ғой, любой нәрсеге аңсат жетеді ғой, енді байдың баласы енді конкретно. Бірақ оның душасы бар ғой, экспрессияға толы да. Суретінде соларды көріп тұрмын мен. Бір қызық екен. Елдің көңіл күйі күшті сияқты бүгін. Негізінде мен кеше түнде ауырып Неге дейсіздер ғой? Ой, неге? Жарайды, оны кейін білесіздер. Негізінде кішкене ауырып тұрған болдым, бана азанда. Әлде де басым ауырып тұр. И тісім құрсын бүгін шыға сап стоматологқа бармаса болмайды. Тісім тұрына бетім еще. Демалыс күні бару керек деп қоям, мүмкін тауға барғанға қарағанда. Соны айтамын ғой. Иә. Оның үстіне нөнимен тауға барғаныңыз қалай кетті? Ой, ол жарты жолдан қосылды. Қоймай өзі мен де барам, мен де біз Екеуміз барамыз дегенбіз. Жарайды, тұра тұрыңызшы, тағы бір сұрағым бар. Сосын жарайды, енді бірге бардыңыздар. Бірақ андай бір тикток көріп қалдым. Нөнидің тиктогын көрген шығарсыз. Мен ондай түсірген жоқпын. Өзі түсіргісі келіп түсірді. Сіз түсіп тұрсыз ғой ол жерде. Андай ғой, ол былай болды да. Қазір мен түсіре салайық дедім, мен қандай өлең екенін нежданчик болып қалды да, бүйтіп келді де, фук деп түсірді. И мен ойланып қалдым, ладно, сосын. Ал Шерхан оған қалай қарайды? Кіммен? Қалай болса солай қарайды да. Арунаның демалысы қалай өтті екен? Демалысым всегда мен пассивный өтеді ғой. Ұйықтаймын, демаламын. Ұйықтайсыз. Ұйықтаған жақсы көресіз ба? Иә. Сосын тағы нені жақсы көресіз? Тамақ ішкенді жақсы көремін. Мені жақсы көреді. Иә, мынаны жақсы көремін. Ноқтасы жақсы көресіз. Сөйтіп таныстық тоқтамайтын болды, күшті болды ма ары қарай? Күшті болып кетті ғой. Мәс болып кетті бәрі. Бір ұрсып алу керек болып тұр екен, Иә. Сонда жетіспей қалды арасында. Скучно болып кетті. Сол барлығы жақсы бізде. Сол демалыс күні Антосын жанында болдым. Запись тазалайды, сосын тамақтанамыз, үйге кіріп тастайды. Солай өтті ма демалысыңыз? Сіз ше боқтап сөйлейтін қыздар туралы не ойлайсыз? Өте жаман ойлаймын. Жаман ойлайсыз. Қалай ол? Өзіңіз балатсыз айтпайсыз. Ашуыңызды қалай шығарасыз? Қабат деген айды. Арғынның келінінің қалай екен, жағдайы қалай екен? Кім айтты? Сіз өзіңіз жазып қойыңыз ғой? Ай, жоқ, ол точка ғой. Ол ойланамыз ба деген сияқты. Мүмкін арғын жігіті ғана айтпаған ғой дайшы, мен болашақ жарым деген сөз жоқ қой. Бірақ сізді арғынның қыздар сторисіне салыпты ғой біздің келініміз. Сіз оған мақұлдапсыз. Жоқ андай ғой. Негізі арғынның жігіттері күшті болады, мен таныған арғын достарым да бар, күшті болады шынымен. Мықты жігіттер болады. Мысалы Тәуіржан, мысалы Расул. Расул білмеймін, ұмытып қалдым оны. Арғын екен. Оған қатысы жоқ па? Оған қатысы жоқ, ол кішкене араласпа деп айтсаң. Тәуіржан, сосын менің бұрын кластасым болған. Даже тура Тәуіржан сияқты жақсы жігіт болған. Біздің қыздардың бәріне көмектесіп сөйтіп жүретін. Сол есімде қалып кетіп арғын жігіттер күшті болады. Демалысыңыз күшті өтті. Неге? Қазір эфирде. Біздің жаңа қатысушымыз Елдар. Елдар, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы шүкір Аллаға. Қобалжуыңыз басылды ма? Сәл басылды қобалжу. Қанша жастасыз? Жасым 25, сол сайда 26-ға толамын. Қандай қыз күтесіз? Жеңіл көрікті, қалай айтсам болады, тәрбиелі. Мен сыйласа, әке-шешем сыйласа болады. Мынандай қызды ше? Ондай қызға қалай қарайсыз? Негізі Елдар өте жақсы бала, келін өте баласы сыйлау біледі, өте ең бірінші. Өзіңіз келіп алмадыңыз ба бірінші болып? Кім біледі? Мәссаған, кім біледі дейді. Ал енді айтыңыз, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте керемет. Өзіңіз қалайсыз? Елдар келгеннен кейін мүлде күшті болып кетті ма? Иә, өте күшті болып кетті. Бақытты, әр адам бақытты болуға лайық деп айтамын. Бақытын тауып сияқтан кетсін деймін. О сияқтан бақытын тауып кетсін дейсіз. Расул неге келмеді? Білмей, честно, я сұрадым қатысушылардан. Іздедіңіз ба? Іздеген жоқпын. Алматыдан сұрадым енді, бірге тұрмай ма деген сияқты. Білмеймін дедім. Білмеймін дедім. Расулға үміткер болып келем дедіңіз ғой жаңа. Расулға деген. Ойбай, Расулға деген жоқпын дей ма, еще Елдарға дедіңіз, е? Иә. Өзім үміткерім бар. Үміткерім жоқ болса да келмейтін. Өйткені мен үміткерім алтын.
мәссаған. Көрдіңіздер ма? Айсұлу келді, Айсұлу үміткер деген. Өмір